үйінде ұрсыз керіс, төбелес, айқай-шу, үйдің берекесі жоқ болса, мысалы, сол балада, онда ең маңызды қажеттілік, қауіпсіздік қажеттілігі өтелмеген екен ол балада. Біз барлығымыз білеміз, барлығымыз дегенде көпшілігіміз білеміз. Кішкентай баланың психикасы кішкентай кезінде махаббатқа қажеттілік болады, қабылдауға қажеттілік болады, қауіпсіздік қажеттілік және тағы басқа кете береді екен. Егер де мысалы ата-анасы сол балаға сол тыныштықты бере алмаса, онда қауіпсіздік қажеттілігі туындайды екен. Яғни ол жабылмаған. Ондай баланың өмірі қандай болады? Ол өсе келе сол қауіптілікті, сол семьясында көрген қауіптілікті өмірінің барлық сферасында сезінетін болады. Мысалы, ақшасы жоқ болады, қауіптілікті. Қарым-қатынасқа түскенде қауіптілікті сезінеді. Мысалға алатын болсақ, мысалы, дұрыс емес адамдармен байланысады, өміріне қауіп төнуі мүмкін, бірақ сол қауіптілікке қарамай, ол байланысады, мысалы, сол сезім оған норма болғанда, сол қауіптілік сезімімен ол қарым-қатынасқа түседі, ақшамен, адамдармен және тағы да басқа. Енді сол қажеттілікті қалай жабамыз? Мен сізге керемет практика айтамын. Психологтар оны бәленбай миллионға сатады. Мен сізге тегін айтам, сол үшін тыңдаңыздар, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер, сізге энергия болып барады. Біріншіден, сіз дәл сол ситуацияны елестетіңіз. Мысалға алатын болсақ, әкеңіз бен шешеңіз сұршып жатыр үйде, айғай, сол жерде не сезініп тұрсыз, бірнеше ситуация болуы мүмкін, не сезініп тұрсыз. 2-3 минут алуы мүмкін, сол сезімді еске түсіруге 5 минут алуы мүмкін. Прям денеңізде қандай сезім сезіп тұрсыз? Қорқыныш па, үрей ма, қашып кеткіңіз келе ма, барлығын айтыңыз, прям жылап алсаңыз да болады. Содан кейін ол сіздің кішкентай кезіңіздегі бала сол сезімді сезді ғой. Сол кішкентай баланы жаныңызға отырғызып қойыңыз, сол бала сезіп тұр деп ойлаңыз сол сезімдерді. Сол баламен бірге сол сезімдерді бірге сезініңіз, жылап алыңыз, не сезіндіңіз, қорқып қалдыңыз ба, сол балаға түсіндіріңіз, ол сенің кінәң емес, ол сенің ата-анаң осындай агрессивті болған, тиран болған, немесе оның да өтелмеген қажеттіліктері бар. Мен сондай болып қалды, сен қорықпа, мен сенің жаныңдамын, қорықпа деп, керек болса ол баланы сіз құшақтаңыз, ол баланы құшақтаңыз.